Сәлеметсіздер ме, көрермендерім? Ішіңіз кеуіп, мазаңыз кеткен кез болды ма? Бүгінгі видеом осы сұраққа жауап болмақ. Алдымен денсаулыққа пайдалы, қызықты видеоларымды өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп қойыңыз. Іш кебу сау адамдарда да кездесуі мүмкін, және ол аурудың белгісі де болуы ықтимал. Көп адам бұл проблемаға жете мән бермейді, алайда газдың көптеп түзілуі назар аударуды қажет етеді. Іш кебудің себептері: ішекте газдың түзілуі бұл қалыпты физиологиялық процесс. Кейбір ауа тамақпен бірге жұтылады, аэрофагия, бірақ газдардың көп бөлігі тағамды өңдеу нәтижесінде түзіледі және ішек микрофлорасы арқылы бөлінеді. Дені сау адамның асқазанында тәулігіне шамамен 600 мл газ түзіліп шығарылады. Бірақ метеоризм жоғары деңгейде газ түзілу кезінде газдың мөлшері 3-4 литрге жетеді де, нәтижесінде науқастың асқазаны ұлғаяды. Ішкі газдардың негізіне метан, күкіртті сутек, азот, аммиак, көмірқышқыл газы, оттегі сутегі және тағы да басқа газдар жатады. Газдар ішек қабырғасын бойлай орналасады және көбік түсетін көпіршіктер түрінде болады. Жоғары деңгейде газ түзілудің себебі көп болуы мүмкін және оны бір белгісі арқылы ғана анықтау мүмкін емес. Метеоризм тамақтану режимін сақтамау, сондай-ақ ауа жұту салдарынан болуы да мүмкін. Аэрофагияның ауа жұтудың негізгі себептері мыналар: тамақтану кезінде сөйлесу, темекі шегу, жүре тұрып тамақтану, сағыз шайнау, сапасыз протез қолдану және тағы да басқалары. Газ түзілу асқазан ішек жолдарының мынадай ауруларының симптомы болуы мүмкін: гастрит, энтерит, колит, холецистит, гепатит, крон ауруы, ішек құрт инвазиялары, ішек қатерлі ісігі, созылмалы панкреатит, ішек инфекциялары. Сонымен қатар лактозаны да газ түзілудің бір себебі ретінде атауға болады. Бұл сырқат кезінде науқастың асқазанында лактаза, сүт құрамында болатын көмірсу лактозаны ыдыраталатын фермент болмайды. Іштің кебуін тудыру мүмкін тағы бір синдром — целиакия. Бұл дертке шалдыққан кезде ағзада дәнді дақылдардың құрамында болатын ақуыз глютенді қайта өңдеуге арналған фермент жетіспейді. Тітіркенген ішек синдромы кезінде асқазанда газ түзіліс арта түседі. Бұл ауру ер адамдарға қарағанда әйелдерде жиі кездеседі. Соңғы уақытта ғалымдар бұл аурудың пайда болуына күйзеліс, күйініш, депрессия себеп екенін айтуда. Сонымен қатар әйел адамдардағы іш кебуге етек-кіркелері алдындағы кезең, аднексит, жатыр миомасы, жатырдан тыс жүктілік те себеп болады. Іш кебуді тудыратын азық-түліктер: іштің кебуіне әкелетін азық-түлікке ең алдымен газдалған сусын, сыра, квас жатқызылады. Газдың көп түзілуіне мына азық-түліктер де себепші болады: бұршақ дақылдары, үрме бұршақ, ас бұршақ, жасымақ, сүт және сүт өнімдері, кейбір көкөністер, орамжапырақ, пияз, балдыркөк, шалғам, дәнді дақылдар, жүгері, кебек, бидай ұрығы, қамырдан дайындалған өнімдер, орама, тәтті тоқаш, пицца. Іш кебуді емдеу: іш кебуді емдеу оның туындау себебіне байланысты болады. Егер іш кебуін тамақтану рационының өзгеруі, әдеттегіден өзгеше тамақ жеу нәтижесінде туындаған болса, онда емдеудің негізгі диетаға қатысы болады. Газ түзетін тағамдарды, газдалған сусын, бұршақ дақылдары, сүт өнімдері мен тәттілерді шектеуге тура келеді. Сонымен қатар темекі шегу, тамақтану кезінде әңгімелесу, сағыз шайнау секілді зиянды әдеттерден арылу керек. Халық емі: іш кебуді емдеу үшін халық арасында кең тараған әдістерде қолданылуы мүмкін. Метеоризмді емдеуде жел айдайтын емдік заттар қолданылуы мүмкін. Мысалы, аскөк пен фенхел дәндерінің қайнатпасы, жалбыз фенхел шүйгін шөп тамырының шөпті жинағы. Іш кебу кезіндегі диета: іш кебуді тиімді емдеу, сондай-ақ оның алдын алу үшін науқастар диета ұстануы керек. Тамақ тым суық, бірақ тым ыстық болмауы қажет. Қайнатылған немесе бұқтырылған тағамдарға басымдық берген жөн. Қуырылған және ысталған, ащы, майлы тағамдарды рационнан алып тастау керек. Күн сайын көп мөлшерде су ішу керек. Күніне кемінде 1,5 литр, 2 литр сұйықтық ішу маңызды. Ас мәзіріне сүт қышқылды өнімдер, майсыз ет, ботқа секілді диеталық тағамдарды енгізген жөн. Бүгінгі видеом осындай. Видеом ұнаса лайк басып пікір жазуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.